Ілгеріде атақты Құран тапсыршысы Мұхаммад ат-Табари деген кісі өмір сүрген. Ол кісі Дамаск қаласында оқиды. Дамасктың шетінде ол кісімен бірге тағы да есімі Мұхаммед деп аталатын 3 білім алатын болашақ ғұламалар өмір сүреді. Ілгеріде білім алудың жағдайы қиын. Бұлардың бір күні тамағы таусылып, 4-еуі ақылдасып, арада енді халықтан қарыз сұрайық, немесе қайыр сұрайық дейді. Сонда енді кім сұрау керек деген кезде жеребе тастайық деп, жеребе 3 рет Мұхаммад ат-Табариге түседі. Сонда ол кісі, мен бірінші елден сұрауда шықпас бұрын 2 ракат намаз оқып алайын дейді. Намаз оқып жатқан кезде кенеттен біреу есікті қағады. Шықса патшаның жендеттері тұр екен. Сол Дамаск қаласының әмірінің жендеттері. Мұхаммад Табари деген кісі осы жерде тұра ма дейді. Иә дейді. Мұхаммед пәленше деп барлығының атын әкесінің атымен атайды. Осы жерде тұра ма? Иә. Сендерге әмір әрқайсысыңа 50 динар алтыннан беріп жіберді дейді. Аң-таң боп бұл ақша қайдан дегенде, кеше Дамасктың әмірі түс көрді. Түсіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кіріп, қаланың шетінде 4 Мұхаммад тұрады. Оның барлығының әкесінің атымен атап, оларды тамақтандырыңдар деген екен. Мінекей, Нұр-Марак университетінің қасынан үлкен 4000 адамға, 4000 білімгерге арналған керемет ғимараттың құрылысы басталды. Халықты түзеудің, елді туралыққа бастаудың ісі тек қана имамдардың қажетіндегі зат емес. Әрқайсымыздың мойнымыздағы жүк. Атсалысайық ағайын.